Жаңаөзендік кәсіпкерлер ауруханаға 2 оттегі концентраторы мен 5 пульсоксиметр құрылғысын тарту етті. Жанында 30 шақты төсек жабдықтары да бар. Тағы да пассияны белу керек болып жатса, басқа бір заттар керек болып жатса, жинап қойған осы үшін қаражаты бар. Сондықтан да деген енді осы азғантай қарылғаш көмек, тағы да қандай көмек керек болып жатса, Есенбай Абиловичтер, Гүлжахан Ириновналар дополнительный оборудование заказ беріп жатыр бұларды. Банктың атынан сіз айтқанда оборудованиялар. Сондықтан да көмектесуге дайынбыз. Әлі де дайынбыз қолдауға, көмектесуге. Ең бастысы халқымыз аман болсын. Сақтық ережелерін сақтап, қоршаған ортаға бір қандай да бір өзіміздің үлесімізді қосып. Әрбір қазақтың ауырмағаны керек, әр қазақ жалғызым демекші. Барлығы аман болсын, еліміз аман болсын дейміз тек. Төсек жинақтарын алуға қалалық политехникалық колледждің өкілдері мұрындық болған. Олар мұнымен тоқтап қалмақ емес, өздерінің жинап қойған қаражаттары бар көрінеді. Ақ халаттыларға қандай да бір жетіспеушілік болып жатса, айтуларын өтініп, қол ұшын созуға ниеттерін білдірді. Қалалық мәслихат депутаттары Қалдаман Есенбай бастаған, Тілектес Аманқосқызы бастаған азаматшаларымыз келіп, кислородный концентратор тағы да басқа қажетті құралдармен көмек беріп жатыр. Пандемия басталғалы Өзенмұнайгаз акционерлік қоғамы мекемесі, Өзенмұнайсервис, бұрғылау мекемесі, тағы да басқа мекемелер осындай қажетті құрал жабдықтармен қамтамасыз етіп көмектесіп жатыр. Алғысымызды айтамыз. Кәсіпкерлер өздері алып берген құрылғылар бір адамның өмірін сақтап қалуға жәрдемдессе, сол бақыт дейді. Бүгінге дейін ауруханада 30 оттегі концентраторы жұмыс істеп тұрса, қайырымды жандардың арқасында 32-ге жетіп отыр. Әсел Жәнібекқызы, Қаршыға Байтөре, жаңалықтар.